Сәлем достар, бүгінгі түскі асқа ерекше тағам болады. Мынау фарш, жуға қостым және тұздалған капуста, квашеная капуста. Татымына қарай тұз және қара бұрыш қосамын. Добавила всю капусту. Әлеуметтік желіден осындай лавашқа фаршты орап, жасаған орамаларын көріп, мен де жасап көрейін дедім. Мынадай лаваш сатып алдым. 4 бұрышты екен. Осыған жаңағы фаршымызды жаямыз. Мінеке жайып шықтым. Енді осыны орама етіп ораймыз. Такой сочный фарш получился. И лук, и капуста здесь квашеная. Мынадай жалпақ табаға сорпа құямыз. Мынау кешегі еттен қалған сорпа, сүреттің сорпасы. Өте дәмді. Менің ұлым картоп жақсы көреді. Сорпаға піскен картоп жақсы көреді. Сондықтан жаңағы орамамыздың астына жастықша ретінде осы картопты саламыз. Ірі етіп турадым. 5-10 минуттай пісіріп аламыз. 5-10 минуттай өтті, сорпамыз қайнады. Енді осының үстіне жаңағы ораған орамамызды саламыз. Бұл әрине жаңа үйленген қамыр емес, бұл кепкен нан, сондықтан көріп тұрсаңыздар, мінекей жарылып кетті. Сондықтан екіге бөліп салдым. 30 минуттай пісіріп аламыз. 30 минуттай өтті, тағамыз балбырап пісті. Қараңыздар, лаваш кәдімгі жайылған қамыр сияқты. Негізі мұндай лаваштан жасалған ораманы алғаш рет жасауым. Дәмін қазір бірге көреміз. Это вкусный бульон. Можно полить. Все. Наш обед готов. Всем приятного аппетита. Мандар мінеке. Кәне дәмін көрейік. Мынандай орама. Фаршқа мен квашеная капуста қосқанмын. Сіздерге айтайын, бірінші рет дәмін бірінші рет көрейін деп тұрмын. Осындай ораманы. Лаваштан жасалған орама. Бисмиллахи. Жұп-жұқа да, нанды қараңыздар. Жұп-жұқа. Керемет. Дәмі қышқалы, өйткені мен квашеная капуста қосқанмын. Наны күшті. Жұп-жұқа кәдімгі қолдан жайған нан сияқты. Сондықтан осылай дайындауға болады. Қайда қолдан жайсаң кейде наның қалың болып кетеді. Мынау жұп-жұқа дәмді күшті керемет. Маған ұнады. Жасауға болады.